Саламатсыздар ма, білім алушылар? Арнайы пәндер оқытушысы Ибрагимова Мансур Жетіспаевна. Тағам дайындау технологиясы пәні бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұмыртқа мен ірімшіктен тағамдардың тамақтанудағы маңызын сипаттау, тағам түрлерін дайындау. Сабағымыздың мақсаты жұмыртқа мен ірімшіктен тағамдар дайындаудың технологиясын меңгеру. Жұмыртқа табиғат сыйлаған ең құнды өнімдердің бірі болып табылады. Оның амин қышқыл құрамы стандартқа жақын. Жұмыртқада нәруыздар шамамен 12,7% болады. Оның ішінде жұмыртқаның сары уызында 16,2%, ақ уызында 1,1% нәруіздер болады. Одан басқа жұмыртқаның құрамында 11,5% липидтер болады. Жұмыртқаның сары уызында А витамині және оның про дәрумені каротин болады. Нәруіздерде дәрумендер биотин, фолин, рибофлавин, пантотен қышқылы, фолацин болады. Сондықтан жұмыртқадан тағамдардың тамақтанудағы маңызы өте зор. Жұмыртқадан тағамдардың жағымды жағы мен жағымсыз жағы бірге жүреді. Біріншіден, жұмыртқаның сары уызында холестерин мөлшері өте жоғары болады. Сондықтан атеросклероз ауруы бар, қартаң, жүрек қан тамырларымен ауыратын тұлғаларға жұмыртқадан тағамдардың мөлшерін шектеу керек. Екіншіден, жұмыртқаның нәруызы авидин жүйке жүйе және жүйке рефлекторлық іс қызметін атқаратын аш дәруменнің инактивациялайды. Биотин жетіспеген кезде қанда холестерин мөлшері жоғарылайды. Ол жұмыртқадан тағамдарды көп мөлшерде қабылдаған жағымсыз болып келеді. Үшіншіден, жұмыртқа нәруызы авидин тағам сіңіру ферменті трипсиннің жұмысын төмендетеді. Бұл нәруыз жылулық өңдеу кезінде өзінің белсенділігін жояды. Сондықтан піскен жұмыртқа шикі жұмыртқа қарағанда жақсы сіңеді. Сондықтан мынандай шешімге келеміз: жұмыртқаны пісіріп жеген тиімді болады шикілей жегенге қарағанда. Жұмыртқаның салмағы түрлі салмақта болып тербеліп тұрады. Рецептура жинағында жұмыртқаның салмағы стандартты екінші санатты асқаналық жұмыртқаға есептелген. Брутто салмағы 46 грамм деп, ал оның ағуына, қабығына және басқа шығындарды ескерсек, қалдық пайызы 12% деп есептеледі да, жұмыртқаның есептік салмағы, нетто салмағы 40 грамм болып есептеледі. Тамақтандыру кәсіпорындарына жұмыртқадан басқа жұмыртқа ұнтағы және мұздатылған жұмыртқа меланж әкелуі мүмкін. Егер өндірісте жұмыртқа жоқ болып, жұмыртқаның ұнтағы немесе меланж болатын болса, біз оны рецептура жинағындағы нөмір 36 кесте бойынша өнімдерді өзара ауыстыру қағидасын сақтана отырып, оларды жұмыртқа орнына ауыстырамыз. Жұмыртқаның ұнтағын ауыстыру үшін сұйықтықпен ісіндіреміз. Ол үшін су немесе салқын сүтті аламыз да қарым қатынасы 1-де 3,5-ға сұйылтамыз. Ол дегеніміз 1 килограмм жұмыртқа ұнтағына 3,5 литр сүт немесе су аламыз деген сөз. Араластырып алғаннан кейін шамамен 100 грамм жұмыртқа ұнтағына 4 грамм тұз есебін есептеп салып тұзды. Одан кейін 30-40 минутқа ісіндіруге қалдырады. Ісіндірген жұмыртқаның ұнтағын сақтауға болмайды. Сондықтан біз оны ісіндіріп қалпына келтірген кезде рецептура бойынша есептеп өзімізге қажетті мөлшерді ғана аламыз. Меланжбен ауыстыратын болсақ, ол қатынасы 1-ге 1. Меланж дегеніміз мұздатылған консервіленген жұмыртқа. Оны өзімізге қажетті мөлшерде қақпағын ашпай сол суға салып ертеміз. Меланжды ерткеннен кейін ары қарай сақтауға болмайды. Ерткен меланжды өндірісте қолданып тастауымыз керек. Егер бізге аз мөлшерде меланж қажет болатын болса, біз банканы ашып, ертпей банканы ашамыз да өзімізге қажетті мөлшерді алып, банканы қайтадан мұздатқышқа салып қоямыз. Себебі ол тез бұзылып кетеді. Сапасын тексеру үшін жұмыртқаны тамақтандыру кәсіпорындарында авоскоп құралын қолданады. Авоскоппен тексеріп, жұмыртқаның сапасын тексергеннен кейін жарамсыз жұмыртқаларды, сынған, шытынаған жұмыртқаларды санитарлық тексеруден өткізу үшін, өңдеу үшін оларды бөліп аламыз да, бұзылмаған жұмыртқаларды әрі қарай жылы сумен, кальций содалы жылы сумен 1-2% ертіндісімен жуып алып, одан кейін 0,15% хлорамин ертіндісімен жуамыз да таза сумен шайқаймыз. Жұмыртқадан тағамдардың ассортименті өте көп. Оларды қайнатамыз, қуырамыз, қыздырып пісіреміз, түрлі тағамдар жасауға қолданамыз. Жұмыртқаның пісірудің уақытына байланысты 3 түрі бар: шала пісіру, қалталап пісіру,
қатты пісіру. Шала пісіру дегеніміз жұмыртқаны 3,5-4,5 минут қайнатамыз да, қайнатқан кезде оның ішкі температурасы 65-75 градус қана болады. Ішіндегі сарысы сұйық, ағы қоюланған, бірақ формасын ұстай алмайды. Қалталап пісіру 4,5-5,5 минут қайнатамыз. Сарысы сұйық, сыртындағы ақ уызымыз сілікпе тәрізді формасын сақтайтын массаға айналады, бірақ оны қабығын ашсақ, ол формасын сұйық ағып кетуі мүмкін. Сондықтан шала пісірген және қалталап пісірген жұмыртқаны арнайы ыдыспен пашотницада ұсынады. Жұмыртқаны қатты қайнату үшін 8-10 минут қайнатады. Одан кейін жұмыртқаның сыртындағы қабығы жақсы аршылу үшін біз оны салқын суға салып қоямыз. Жұмыртқаны қайнатқан кезде тез пісу үшін, жарылып кетпеу үшін оған тұз салады. Суға тұз саламыз. Жұмыртқаны қайнатқан кезде, қалталап қайнатқан кезде қабықсыз және қабығымен қайнатады. Қабықсыз қайнату немесе французша қайнату дейміз. Оны 1 литр суға 10 грамм тұз, 50 грамм 3% сірке су ертінсін құйып, қайнауға келтіреміз да, қайнап жатқан суды ақырын араластыра отырып, шұңқыр пайда болғанша араластырамыз да, сол жерге тез жұмыртқаны жарып құямыз. Құйған кезде жұмыртқа тез үйіп үлгеруі керек. Одан кейін ол піскен жұмыртқаны алып, бақарамасынан тазалап, әртүрлі ыстық бастықлар, ыстық тағамдар дайындаған, бутербродтар дайындаған кезде сол қапсыз пісіріп алған жұмыртқаны қолданады. Жұмыртқадан қуырылған тағамдар дайындаймыз. Көбіне жұмыртқаны көшшелеп қуырылған жұмыртқа дейміз. Неге көшшелеп деп айтады? Себебі оның ағы формасын жақсы үйітті, сарысы шала үйіп, көз сияқты болып тұрады. Сондықтан көшшелеп қуырылған жұмыртқа дейміз. Оны натуралды және аралас дайындауға болады. Натуралды көшшелеп қуырылған жұмыртқаны дайындаған кезде жұмыртқаны табаға май жағып қыздырып аламыз да, оның ішіне жаңағы жұмыртқаны құйып, ағы мен сарысы араласып кетпей, екеуі формасын сақтап тұратындай қылып құйып қуырамыз. Қуырған кезде жұмыртқаның ағын ғана тұздаймыз, сарысына тұз сеппейміз. Себебі тұз жұмыртқаны денатурацияның жүруін тездетеді да, егер сарысын тұздайтын болсақ, түскен жерге үйіп қалады да, жұмыртқаның беті ақ таңдақпен болып шығады. Сондықтан кейін оны тұтынушыларға түсіндіре алмайсыз. Оның сапасы төмендейді да, жаңағы тағамның ұсынған кезде сапасы төмен болады, адамдар алмай қоюы мүмкін. Жұмыртқадан қуырылған тағамдардан басқа қыздырып пісірілген тағамдар дайындайды. Мысалы, нанда қыздырып пісірілген жұмыртқа, сүт тұздығында қыздырып пісірілген жұмыртқа. Енді жұмыртқаның өзінен басқа жұмыртқа қоспасынан да тағамдар дайындайды. Жұмыртқа қоспасы дегеніміз сүт пен судың жұмыртқамен қоспасы. Ол үшін жұмыртқа мен сұйықтықтың қарым-қатынасы 1:0,5 болады. Жұмыртқадан ботқа, омлет, драчина деген сияқты тағамдар дайындаймыз. Жұмыртқадан ботқа дайындау үшін сүт пен жұмыртқаның қоспасына сары май қосып, қыздыру пешіне үйғанша қойып пісіреді. Жұмыртқадан түрлі омлеттер дайындайды. Омлет дегеніміз жұмыртқа мен сүттің қоспасынан дайындаған. Оны натуралды омлет, аралас омлет және фаршталған омлет болып бөлінеді. Натуралды омлетте құрамына тек қана сүт пен жұмыртқа ғана кіреді, ал аралас омлетте омлет массасын бірінші табаға түрлі өнімдерді қуырып алып, соның үстіне жаңағы дайын омлет массасын құяды. Фаршталған омлетте натуралды омлетті қуырып келе жатырып, оның ортасына түрлі фарштарды салып, рулет түрінде орап ұсынамыз. Енді ірімшіктен тағамдар туралы айтамыз. Ірімшік табиғат сыйлаған ең толық құнды өнім болып табылады. Оның құрамында нәруіздер, майлар болады. Одан басқа кальций, фосфор, минералдық заттар болады. Ірімшік толық құнды өнімге жатады. Оның құрамында 14-18% толық құнды нәруіздер, 18%-ға дейін майлар болады. Ірімшіктің құрамындағы нәруіздің құрамы толық құнды дейтін себебіміз, оның табиғатта кездесетін 8 амин қышқылы бар. Адам ағзасында жоқ, ол тағамнан алуымыз керек. Сол 8 орын ауыстырылмайтын амин қышқылдың барлығы осы ірімшіктің құрамында бар. Ірімшіктің құрамындағы майлар қанықпаған май қышқылдарынан тұрады. Сол май қышқылдардың құрамында атеросклероз және бауырды май баспауын реттейтін липотропты заттар болады. Метионин, холин, рибофлавин және тағы басқа. Тамақтандыру кәсіпорындарында әкелетін нәруіздердің майлылығы әртүрлі болады. Өте майлы болуы мүмкін,
10%, 15%, 20%. Тамақтандыру кәсіпорындарында ірімшік массасын дайындауға тыйым салынған. Біз оны өнеркәсіптен әкелінген ірімшік массасынан тағамдар дайындаймыз. Ірімшіктен тағамдар дайындаған кезде оның құрамында казеин нәруызы болады, сүт нәруызы болады. Ол адамның асқазандағы қорыту, сіңіру ферменті трипсиннің жұмысын нашарлатады. Сондықтан жылулық өңдеу алдында, тағам істердің алдында, дайындардың алдында, салқын тағам дайындардың алдында біз міндетті түрде ірімшікті езгілеп, үккілеп аламыз. Біз өзіміз алдын ала тағамның сіңіруіне көмек жасаймыз. Ірімшіктен тағамдардың құрамында нәруыз бен майлардан басқа минералдық заттарға да, дәрумендерге де өте бай. Минералдық заттардан кальций, фосфор құрамындағы ол адамның ағзасына сіңуіне жағымды қатынаста болады. Сондықтан ірімшіктен тағамдар жаңа өсіп келе жатқан балаларға, балалар тамақтарына кеңінен қолданылады. Және емдік тамақтандыру, емдік профилактикалық тамақтандыруларда міндетті түрде ірімшіктен тағамдар дайындалады. Ірімшіктен тағамдардың ұсыну температурасы бойынша екіге бөлінеді: салқын және ыстық тағамдар. Ірімшік массасын салқындай өндірістен әкелген ірімшік массасы тәтті және тұзды болып екіге бөлінеді. Тәттіге мысалы құрамына мейіз, түрлі ванилин қосып, қаймақпен, тәтті тұздықпен салқын тағам ретінде ұсынамыз. Ал ыстық тағам ретінде дайындайтын тағамдарға жалқау варениктер, сырниктер, түрлі запеканкалар, пудингтер жатады. Енді сабағымыздың қорытындысына келетін болсақ, бұл сабақта біз ірімшік пен жұмыртқадан тағамдардың тамақтанудағы маңызын, олардың дайындау технологиясын, түрлерін меңгердік. Тәжірибелік сабақтарда осы тағамдарды дайындау үшін технологиялық карталар жасауды үйренеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге үйге тапсырма. Порталда сіздерге осы жұмыртқадан тағамдар тақырыбына карточкалар, тест тапсырмалары, бақылау сұрақтары жүктелген. Сол тапсырмаларды орындап, маған жібересіздер. Үй тапсырмасы түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.